Көріп тұрғандарыңыз қазақ даласындағы құпиясы мол жерлердің бірі, ол Үйген тас деп аталады. Жалпы аңыз бойынша Қабанбай батыр жоңғарларға қарсы соғысқа аттанған кезде әрбір сарбазға бір тастан әкеп тастаңдар деп бұйрық қойған екен. Сол арқылы ол жауынгердің санын білген. Кейін соғыстан қайтқан кезде аталмыш тастарды әрбір жауынгер өзінің тасын алып екінші жаққа тастау керек болған екен. Яғни сол арқылы ол майдан даласында қанша сарбаздың қаза болғанын анықтаған екен. Яғни майдан даласынан қайтпаған шейіттердің санын арғы бетте тұрған тастардан білуге болады. Көрсіздер ма? Жауға қарсы егер бұл шын болса, қазақ батырларының қаншалықты көп болған және жанкештілікпен соғысқан байқауға болады. Бірде біреу қалмай майданға аттанған. Империя Тамерлана, 14 век. Отправляясь в поход, приказал Тамерлан каждому воину оставить у дороги камень. И вырос курган. И был огонь, и была победа. И возвращались они, и поднимали камни свои. Но остались камни. И последним шел Тамерлан. И поднимал он тяжелые камни и говорил с ними, вспоминая их имена. Amir Temur babamız Nayman avlodlarida, Naymanlar ishida turk barlaslar qabilasidan bo'lgan. Qabilasi bizda Namanganda, Qozog'istonda, shaharlarda turk barlas avlodlarida hozirgacha ko'p.